Бүгін біз балалар сендермен қазақтың ұлттық ойыны Ханталапай ойынын ойнаймыз. Сендер естулеріңде бар ма? Ханталапай ойын ойнайсыңдар ма? Иә, өте жақсы. Ол балалар бізді шапшаңдыққа, өте жақсы жылдам болуға, ептілікке тәрбиелейді екен балалар. Ендеше балалар, мен өзіммен бірге сиқырлы қоржын алып келдім. Сиқырлы қоржынның ішінде не бар деп ойлайсыңдар? Асық. Өте жақсы. Ханталапай ойынына қажетті асықтар бар екен балалар. Қазір ойынды бастамас бұрын мен сендерге Ханталапай ойынның шартын түсіндіріп өтемін. Мұқият тыңдап отырыңдар. Балалар, Ханталапай ойынын ойнау үшін көптеген асықтар қажет. Ол асықтардың ішінде бір қызыл асық болады. Ол хан асығы деп аталады. Қазір мен балалар сендерге талапай, талапай, басталды ойын алақай деген кезде асықты ортаға төгемін. Сендер не істейсіңдер? Аласыңдар. Әркім өзінің асығын жеке алдына қояды. Ол асықтың ішінде бір қызыл асық болады. Ол асық кімге түссе, ойынды бірінші болып бастайтын бала сол болады. Түсінікті ме? Жинаған асықтарының ішінен бір асықты өздеріне сақа етіп сайлап аласыңдар. Сол асық пен асықтарды мәреге тізіп аламыз да, бір-бірлеп кезекпен не істейміз? Атамыз. Кім көп асық жинаса, сол жеңімпаз атанады. Түсінікті ме? Түсінікті. Ендеше ойынды бастаймыз. Дайынсыңдар ма балалар? Жақсы. Өте жақсы. Қараңдаршы балалар, Ерасылға қан асығы түсіпті екен, түсі қызыл. Ендеше ойынды кім бастайды балалар? Ерасыл. Ал енді қолдарындағы асықты санаңдар. Неше асықтан жинадыңдар? Жақсы, қане ал бәріміз бірге доспыз, достық жеңдір. Ендеше қолымыздан ұстап, қолымызды жоғары көтереміз. Молодцы!